Айжан ауылға келін боп түскенде көктемнің алғашқы самалы есіп тұрған. Ауыл сыртындағы теректер әлі бұры жара қоймаған. Бірақ ауада жаңбыр иісі мен топырақтың жылы лебі сезілетін. Ол үшін бұл жаңа өмірдің бастамасы еді. Күйеу Әлішермен бірге қалада танысқан, сүйіп қосылған, бірақ тұрмысқа шыққалы көп ұзамай оның арманы мен шындығы екі басқа екенін түсіне бастаған. Әлішердің отбасында тәртіп қатал болатын. Әсіресе үлкен үйдің иесі қайнаға Дархан, жасы 40-тың шамасында, кең иықты, үнсіз. Әйелі 5 жыл бұрын қайтыс болғаннан кейін баласын жалғыз тәрбиелеп келеді. Көп сөйлемейді, көп күлімдемейді, бірақ көзінде бір ауыр мұң мен жылу бар. Айжан алғаш көргенде-ақ бұл адамның бойында бір тылсым күш барын сезген. Алғашқы күндері Айжан өзін бөтен сезінген. Үлкен үйдің келіні ретінде барлығына үлгеруі керек. Таңертең ерте тұрып, шай қайнатып, үй тазалап, үлкендерге қызмет көрсетіп, бірақ Дархан ағаның алдында ол өзін әрдайым қысылып, еріксіз жиналып қалатын. Дархан көп нәрсе айтпайтын, бірақ қарап тұрған көзі Айжанның жан дүниесін оқып тұрғандай сезіледі. Бір күні таңертең үйде ешкім болмады. Әлішер қалаға кеткен, енесі көрші ауылға тойға. Айжан пешке от жағып самаурын қайнатып отырғанда есік сықыр етіп ашылды. Дархан аға кіріп келді. Қолында қап-қара шелек, үсті-басы көмір мен шаңға толы. Көздері шаршаңқы, бірақ сабырлы. Ерте тұрыпсың, деді ол жай ғана. Иә, деді Айжан аптырап, шай ішесіз бе? Дархан басын изеді. Айжан самаурыннан буы бұрқыраған шайды құйып дастархан жайды. Екеуі үнсіз отырып шай ішті. Айжан оның қолындағы сызаттарға, саусақтарының ірі буындарына қарап отырды. Әр саусақ еңбек пен майысқандай. Ауыл ұнады ма? Деді Дархан біраздан соң. Ұнап жатыр. Бастапқыда қиындау болды, енді үйреніп келе жатырмын, деді Айжан ақырын ғана. Дархан басын изеп, бірақ үнсіз отырды. Сосын Әлішер жақсы жігіт, бірақ сен жалғызсырап қалма, деді. Айжан бұл сөздің астарын ұқпады. Бірақ сол сәтте оның көкірегінде бір түрлі жылу пайда болды. Ол жылу қорқыныш емес, ұят емес. Түсініксіз, бірақ жылы сезім. Сол күннен кейін олардың арасындағы үнсіздік тереңдей түсті. Олар көп сөйлемеді, бірақ бірін-бірі көзқараспен, қимылмен түсіне бастады. Айжан әрқашан шекараны сақтауға тырысты. Ол келін, ал ол қайнаға, бірақ жүрек кейде тәртіпті тыңдамайтын. Кешкісін Айжан әдеттегідей үстел басында үнсіз отырды. Күйеуі Ернар телефонға үңіліп, салқын қалпынан таймады. Үй іші тып-тыныш, бірақ Айжанның ішкі дүниесінде дауыл тұрып жатты. Ол Әлішермен болған әр сәтті ой елегінен қайта-қайта өткізіп өзін іштей жазғырып отырды. Бұл дұрыс емес, деді ол іштей. Мен отбасылы әйелмін, бірақ жүрек басқа тілде сөйлейді. Ернардың суық көзқарасы, назар аудармауы, сөзсіз салқындаған қатынастар Айжанның ішіндегі күйді күшейте түсті. Бір күні кешке кенеттен есік қағылды. Ашса Әлішер, қолында бір кітап. Саған керек боп қалар деп ойладым, деді ол жай ғана. Айжан не істерін білмей қалды. Үнсіз кітапты алды. Қарапайым кітап, бірақ оның қолына деген сәтте тоқ секілді әсер етті. Сол түні ұйықтай алмады. Жүрегінде екі дауыс күресіп жатты. Біреуі адалдықты, екіншісі шын сезімді жақтады. Келесі күні Айжан кітапты ашқанда ішінен бір парақ қағаз түсіп кетті. Онда Әлішердің өз қолымен жазған бірнеше жолы бар еді. Егер бұл сезім күнә болса, мен сол күнәні таңдаймын. Сенің көзіңе бір рет қарағаным өмірімнің ең шынайы сәті болды. Айжанның жүрегі атқақтап кетті. Бұл жай ғана сезім емес екеніне енді көз жетті. Сол күні кешке Ернар алғаш рет ашық сөйлесті. Айжан, біз екеуміз алшақтап кеттік. Мен мұны байқамауға тырыстым, бірақ енді өзім де сенің бұл үйде шынайы бақытты емес екеніңді көріп жүрмін, дейді. Айжан ештеңе дей алмады. Күйеуі оның ішкі күйін оқып қойғандай еді. Саған біреу ұнай ма, деді сұрады. Ернар дауысы мұздай, бірақ жұмсақ болды. Кенеттен телефон шыр етті. Экранда Әлішер деген жазу жанып тұрды. Ернар көріп қалды, бірақ үндемеді. Бар, бірақ мен ештеңе білдірген жоқпын, деді Айжан ақыры. Ернар басын изеді, тек бір ауыз сөз айтты. Бақытты болуға қақың барған. Бірақ осымен бітпеді.
Ертеңіне таңертең жұмысына кетіп бара жатқан Әлішер жол апатына түсіп, ауыр халде ауруханаға түсті. Айжан ауруханаға жеткенде дәлізде уайыммен отырған Әлішердің әпкесін көрді. Ол таңырқай қарады. Сен неге келдің? Айжан ештеңе демеді, тек көруге рұқсат бар ма деді сыбырлай. Ол әлі есін жиған жоқ, жағдай ауыр, басына зақым келген. Сол сәтте Айжанның жан дүниесі екіге бөлінді. Bir жағында кінә мен қорқыныш, екінші жағында үміт пен махаббат. Күндер өте берді, Әлішер ұзақ уақыт есін жия алмады. Айжан күн сайын келіп отырды, үнсіз тек қасында болып. Bir күні дәрігерлер оның құлағына сыбырлауға кеңес берді. Есту жүйесі кейде бірінші болып оянады. Сөйлесіңіз, естуі мүмкін деді. Айжан еңкейіп Әлішердің құлағына сыбырлап күбірледі. Сенің маған қалдырған хатың бәрін өзгертті. Мен сені таңдадым. Естісен оян. Қорықпаймыз енді ештеңеден. Кенет саусағы сәл қозғалды. Айжан жүрегін ұстап тұрып қалды. Бұл бір белгі ме? Келесі күні таңертең медбике жүгіріп келді. Ол көзін ашты, бірақ есінде ештеңе жоқ. Айжан аурухана төсегінің жанында жақындады. Әлішер оның бетіне ұзақ қарап тұрды да жай ғана сіз кімсіз деді. Айжан бұл сұраққа дайын емес еді. Жүрегі шым ете түсті, бірақ сырттай сабырын сақтап, мен жай ғана бір танысыңызбын. Уайымдаған адам деді. Әлішер оның жүзіне үніле қарап бір түрлі таныстық сезгендей болды. Кешіріңіз, бірақ сіздің көзіңіз бірдеңені еске түсіретін сияқты деді. Айжан жымиып, уақыт керек, бәрі орнына келеді деді де орнынан тұра бастады. Тоқташы деді Әлішер кенеттен. Сізбен сөйлескім келеді, бүгін осында болыңызшы деді. Айжан басын изеді. Сол сәттен бастап ол күн сайын Әлішерге қайта өз сезімін білдірмей, жүрекпен қайта ғашық етуді бастады. Bir күні Айжан оған бұрын сыйлаған кітапты қайта алып келді. Арасына өз қолымен жаңа хат салып қойды. Мүмкін сен бәрін ұмыттың, бірақ мен үшін ештеңе ұмытылған жоқ. Мен сен үшін тағы да күтемін. Егер жүрегің мені қайда тапса, сол күні айт. Әйтпесе мен үнсіз кетемін. Әлішер хатты оқыды, біразға дейін үнсіз қалды. Сосын жай ғана бұл жазу таныс және мынау сол сезім, мен сені бұрыннан сүйген сияқтымын деді. Көзінен жас ыршып кеткен Айжан, енді бәрін бірге бастаймыз ба? Әлішер қолын созып, оның алақанын ұстады. Бастайық. Бірақ дәл сол сәтте палатаға бір әйел кіріп келді. Қолында баласы бар еді. Әлішер, мені таныдың ба? Бұл сенің ұлың деді. Айжан сілейіп тұрып қалды. Әлішер де қатты абыржыды. Ұлым деді ол әйелге қарап. Сен кімсің? Әйел көзіне жас алып, менің атым Аружан, біз бұрын бірге болғанбыз. Сен апатқа түскеннен кейін сенімен байланысқа түсе алмай қалдым, бірақ бұл бала сенің қаның деді. Әлішердің көзінде абыржу мен сенімсіздік қатар үйірілді. Ол Айжанға қарады. Айжан бір сәтке көзін тайдырды да үнсіз палата есігін жауып шықты. Кешкісін ауруханадан ДНК сараптамасында баланың Әлішерге тиесілі екені расталды. Айжан бұл хабарды естігенде жүрегі езіліп түсті, бірақ сол түні Әлішер оған хабарласты. Айжан, менің өткенімде қателіктер болған, бірақ бұл баланың еш кінәсі жоқ. Мен оны қабылдауға дайынмын, бірақ мен сені де жоғалтқым келмейді. Ал ол әйел ше, Аружан, мен оны сүймеймін, ол өткен өмірімнің бөлшегі ғана, ал сен менің бүгінімсің деді. Бірнеше күн ойланып, бәрін саралағаннан кейін Айжан шешім қабылдады. Ол ауруханаға келіп Әлішер мен баласын сырттай бақылады. Жанарында қайғы, бірақ бейбіт рең. Сосын ол хат қалдырып үнсіз кетіп қалды. Махаббат кейде бірге болу емес, ол біреудің бақытын сырттай қорғау. Сен енді әке болдың, мен сені шексіз сүйем, бірақ енді өз орнымды білемін дейді. Bir жылдан кейін теңіз жағасында жалғыз отырған әйелге бір дауыс естілді. Қайырлы кеш, сізді бір жерден көрген сияқтымын деді. Айжан жалт қарады. Әлішер, сен? Мен баламды өз өміріме қосып алдым, бірақ жүрегімде орын бос тұрды. Сол орын әлі де сенікі деді. Айжан көзін жұмды. Теңіз желінің салқын тебінін сезінді. Мен де сені сағындым деді ол үнсіз. Әлішер алға қарай қадам басты. Енді бәрін қайта бастауға бола ма? Айжан терең дем алып, өмірдің жаңа кезеңіне дайын екенін білдірді. Я, енді біз бірге боламыз. Теңіз толқындары арасында үміт пен жаңа бастаманың үнін әкеліп жатты. Махаббат кейде күтпеген сынақтардан өтіп шынайы жарасымға айналады. Айжан мен Әлішер көп күрестен кейін қайта кездесті. Әлішер баласын қабылдап, өткенін түзеуге бел буды. Айжан жүрегінде орын босатты. Екеуі теңіз жағасында кездесіп бірге болуға шешім қабылдады. Махаббат сынақтан өтсе шынайы болады деген оймен аяқталды.
сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Тек қана өмірде болған шынайы оқиғаларды ғана жариялаймыз. Әңгіме ұнаса, видеоға лайк басып, парақшаға тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер.